Оралдағы мұз спорт сарайында ел спортшыларын қолдауға арналған флешмоб өтті. Сочиде өтетін 22-ші қысқы олимпиада ойындарына Батыс Қазақстан облысынан 5 спортшы қатысады. Барлығы да шорт-трекшілер. 100 шақты студент қол ұстаса жүріп, олимпиаданың нышаны мен эмблемасын Сочи 2014 деген жазуды бейнеледі. Батыс Қазақстан облысының жастары жерлестерінің осы дүбірлі додада жеңіске жетіп, Сочи аспанында әнұранымызды шарықтатып қайтатындығына сенімді. Сочиде өтетін 22-ші қысқы олимпиада ойындарына қатысатын Қазақстанның құрамасына қолдау білдірейік деп жиналып осы жерде флешмоб өткізіп жатыр. Енді бұл деген біздің тұрғындарға ой салу деп есептейміз. Ең біріншіден салауатты өмір салтымен айналысу керектігі жөнінде. Екіншіден қазір қатысып жатқан біздің 50 спортшыдан тұратын құрамамызды қолдау жөнінде. Оның ішіндегі 5 спортшы біздің Батыс Қазақстан облысынан. Бұл біз үшін өте мақтаныш, біздің жастарымыздың жақсы жетістіктерге жетіп келе жатқаны. Бұл флешмобтарды барымызша видеороликке түсіріп, алдағы уақытта әлеуметтік желілер арқылы сол Сочи олимпиадасына қатысушыларға жолдайтын боламыз. Біз ойлаймыз, осы бір біздің кішкентай болса да қолдау білдіргеніміз оларға жеңіске жетелейді деген сенімдеміз. Тек қана алға Қазақстан.